Lexus GX мінгің келеді, бірақ бензиндік шығыны мен налогтан қорқып жүрсің бе? Онда асықпа. Lexus RX мінгің келеді, бірақтан отбасыңа шамалы шағындық етеді ме? Онда асықпа. Lexus компаниясы сіз үшін оның шешімін тапты. 2024 жылы Lexus'тың жаңа буыны жарық көрді. Алдарыңызда Lexus TX 350. Көлемі жөнінен GX-тан кішірек, ал RX-тан үлкенірек. Толыққанда 3 қатарлы 7 орындық. Ең төменгі комплектациясының өзінде орындықтары сапалы былғары келеді. Жалпы TX моделі 4 комплектациядан тұрады. Luxury, Premium, F-Sport Performance және де TX 500H F-Sport Performance Premium. Ал қозғалтқыш көлеміне келетін болсақ, 2.4 турбо надув 279 аттың күшін береді. Және де 8 сатылы қорапшамен жұптасады. Және де одан кейінгі комплектациясына келер болсақ, 500H 2.4 турбо компрессор, 6 сатылы автомат, толық жетекті, 279 аттың күшін береді, гибрид. Ең жоғарғы комплектациясына келер болсақ, 550H+ деп аталады. Ол дегеніңіз 3.5 6 цилиндрлі гибридтік қозғалтқыш, 412 аттың күшін береді, турбо компрессор, және де 8 сатылы қорапша. Табло толық электронды және де 17 дюймді дисплей. Сымсыз қуаттау жүйесі ең төменгі комплектациясында бар және ыңғайлы орналастырылған. Оның астында жасырын қалташасы бар. Ең қажетті функциялар барлығы бір жерге біріктірілген. Ол дегеніңіз автоотключен двигатель, горный спуск, автохолд, ручник, антизаносный система. Автокөліктің габарит үлкен болғандықтан арт камерасы ыңғайлы. Автоматты панорамный крыша. Ішкі тұтқасына келер болсақ, мына жерге өте ыңғайлы жасалған дұрыс шешім. Ал артқы пассажирлік орындықтары келетін болсақ, өте кең, ыңғайлы. Және де артқы пассажирлерге өзіндік климат бақылау аймағы және де орындық жылытқыштары мен USB Type-C телефон қуаттағыштары бар. Видеороликтің басында айтып өткендей, бұл автокөліктің ең басты фишкасы ол 3-ші қатар орындықтары. 3-ші қатарға өту үшін ешқандай қиындық тудырмайды, себебі есікті өте кең етіп жасалған. Порогына келер болсақ, мінуге ыңғайластырып, кең етіп, тегіс етіп жасаған. Оның артына өту үшін бір-ақ кнопканы басу сіздерге жеткілікті. 3-ші қатарда отырған адамдарға аяқ тимейтіндей орын бар, және де өзінің комфорт зоналары бар. Ол жайлы айта кетсек. Телефонды қоюға орын, подстаканник дейміз. Алыс жолға шыққан кезде таптырмас дүние. Артқы орындықтары электронды бағытталады, және де USB Type-C порттары бар. Артқа жүк салар кезде өзіңізге қажетті позицияны таңдай аласыз. Жүк салғыш сыйымдылығы 569 литр, егер 3-ші қатар жатқызатын болсақ 1625 литр, және де 2-ші, 3-ші қатарлар жатқызатын болсақ 2747 литр болады. Осы автокөліктердің бастапқы бағасы $50,000. Ал егер осы автокөлік сіздерге ұнаған болса, бізге хабарласыңыздар, кез келген қалаға және де қысқа мерзімде сіздерге жеткізіп беретін боламыз. Бейнеролик сіздерге ұнаған болса, астына комментарий қалдырып лайк басып кетіңіздер. Келесі кездескенше.